Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерменен өте дәмді болып шығатұғын қатпарлы шашлик самса дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құйып аламыз. Үстіне жылы суды құйып, дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстіне ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді бұны 15 минутқа тындыруға алып қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Мен қамырды екіге бөліп алдым. Жұқа қылып енді жайып аламыз. Самсаның қамырын барынша жұқа қылып жақсылап жайып аламыз. Сол кезде самсамыз қатпарлы, әдемі болып шығады. Екі қамырымызды да алдын ала жайып аламыз. Мінекей мен жайып алдым. Міне осындай жұқа болып шығады. Енді үстіне жаңа бірінші қамырымыздың үстіне ертілген сары майды жағып шығамыз. Барлық жеріне бір тегіс етіп жағып шығамыз. Мінекей екінші қамырымызды да үстіне жаямыз. Оның да үстіне ертілген сары майымызды жағып шығамыз. Енді осылай рулет сияқты қылып орап шығамыз. Соң пакетке салып, холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Бұл маңызды, себебі қамырымыздағы сары майлар жақсылап бір-біріне сіңіп шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Менде бұл жерде ет, картоп және пияз салдым. Дәміне қарай кішкене сұйық май және тұз саламын. Жақсылап араластырып аламын. Міне қамырымыз холодильникте 1 сағатта тұрды. Енді жақсылап мұны бөліктерге кесіп аламыз. Қамырымызды қатты жұқа қылып жасамаймыз. Осылай кішкене араларын ашып, қатпарларын ашып аламыз. Міне енді қамырымызды жасап аламыз. Қатты жұқа қылмаймыз. Орташа қалыңдықта қылып жасап аламыз. Ішіне салмамызды салып, домалақ қылып түйіп аламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей қылып осылай түйіп аламыз.
Листіміздің үстіне пергамент қағазды салып, ағаш таяқша жәрдемінде осылай самсамыздың ішіне ортасына кіргізіп аламыз. Егер осындай қылып ағаш таяқша жәрдемінде самсамызды жасасақ, өте бір өзгеше болып шығады, әдемі көрінеді дастарханда. Мінекей осылай қылып самсаларымызды дізіп аламыз. Өте оңай. Мінекей дізіп алдық. Енді үстіне мәйектің сарысын жағып аламыз. Үсті сары болып, әдемі болып шығуы үшін. Самсаның үстіне мен әдемілігі үшін мак сеуіп шықтым. Егер сіздерде мак болмаса, сеумесеңіздер де болады. Тек бұл әдемілік үшін. Самсамызды 180 градуста печкеге үсті қызарғанша пісіріп аламыз. Самсамызды печкеде қатты қоймаймыз, болмаса іші шикі болып шығады. Достар, мінекей самсамыз дайын болды. Мінекей осылай әдемі, қатпарлы, дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады. Достар, бұл самсаны қонақтарға, дастарханға жаюға болады. Өте бір өзгеше, бір әдемі болып тұрады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.